Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде екінші бөлім менің отбасым және достарым. Бірінші тақырып менің атам мен әжем. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Мейірімді, добрый, қамқор, заботливый, алақан, ладонь, ладошки, күлу, смеяться. На этом уроке ты научишься составлять текст и диалог. Бірінші тапсырма. Первое задание. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Послушай и ответь на вопросы. Менің әжем. Менің әжем әдемі, алақаны аялы. Біз даладан келгенде күліп құшақ жаяды. Баянғали Әлімжанов. Өлең не туралы? Өлең әже туралы. Біліп ал, қандай? Ол қамқор адам. Вопрос «қандай» переводится как «какой». Ол қамқор адам, он заботливый человек. Ол қандай адам? Ол қамқор адам. Екінші тапсырма. Оқы, прочитай. Менің атам, мой дедушка. Менің атам ауылда тұрады. Мой дедушка живет в деревне. Атамның жасы 74-те. Ему 74. Ол зейнеткер. Он пенсионер. Атам ақылды, мейірімді адам. Мой дедушка очень умный, добрый человек. Үшінші тапсырма. Сыныптасыңмен сұхбатты толықтырып айт. У нас есть вопросы, надо ответить. Сенің әжең қандай? Менің әжем әдемі. Сенің атаң қандай адам? Менің атам ақылды. Атаңның жасы нешеде? Атамның жасы 74-те. Атаң не істейді? Атам сұхбат береді. Төртінші тапсырма, четвертое задание. Суреттерге қара, менің атам мен әжем тақырыбында мәтін құрастырып жаз. По картинкам составь текст на тему «Мой дедушка и бабушка». На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.